23-ші есеп. Теңдеуді шығарыңыз. Біз мұнда теңдеуді көріп тұрмыз, және бөлшектердің бөлімі әртүрлі. Бізге бұл теңдеуді шығару тиімді, ыңғайлы болу үшін біз бөлшектің бөлімінен құтылып алайық. Бөлшектің бөлімінен құтылу дегеніміз ол осы бөлшекті ортақ санға көбейту, яғни ең кіші ортақ еселігіне көбейту. 2-нің, 5-тің, 1-дің және 3-тің ең кіші ортақ еселігі 30 болады. Демек, 30-ды бірінші бөлшекке көбейтсек, 2 мен 30 қысқарады да, біз алымын 15-ке көбейту керек боламыз. Мұнда 6-ға көбейту керек боламыз, 30 бен 5-ті қысқартсақ. Ал мұнда 30-ға көбейтеміз, және соңғы бөлшекте 30 бен 3 қысқарады, мұнда 10 қалады. Демек, біз 30-ға көбейту арқылы бөлімдегі сандардан құтылдық, бірақ алымын толықтауыш көбейткіштерге көбейтіп шығамыз. 15 көбейтілген 3, 2х минус 1. Минус 6 көбейтілген 4х плюс 2. Тең 30 көбейту 90, қосылған 10 көбейтілген 6х минус 3. Енді жақшаларды ашып шығайық. 15-ті 3-ке көбейтсек 45, 45-ті 2х-ға көбейтсек 90х. 45-ті минус 1-ге көбейтсек минус 45 болады. 6-ны 4х-ға көбейтсек 24х, таңбасы минус 24 болады. Және дәл солай, міне, жақшаны ашқан кезде жақшаның ішіндегі әр мүшеге көбейтеміз. Минус 6-ны 2-ге көбейтсек минус 12 болады. Тең 90 қосылған 10-ды 6х-ға көбейтеміз 60х, және минус 30 болады. Енді 90х-тан 24х-ті азайтсақ 66х болады. Минус 45, минус 12 таңбалары бірдей қосылады, ортақ таңбасы қойылады, 57 болады. Және 90-нан 30-ды азайтамыз 60, қосылған 60х. Енді белгілерін бір жаққа, белгісіздерін бір жаққа жинақтайық. 66х минус 6х тең 60, қосылған 57. Мұнда 6х шығады, ал мұнда 117 шығады. Х-ті табу үшін 117-ні 6-ға бөлу керек. Мына жақтан бөлейік бағанда. 117 бөлінген 6. 11-ден аламыз 1 бүтін, азайтамыз 6-ны 5 болады. 57, 57-ні 6-ға бөлсек 9-дан береміз, азайтамыз 54-ті. Мұнда 3 қалады. Мына жерде бүтін сандар аяқталды, демек үтір бар. Мұнда да үтір қойық, және үтірден кейінгі 0-ды төменге түсірейік. 30-ды 6-ға бөлсек 5 болады. Азайтамыз 30-ды 0. Демек 117-ні 6-ға бөлсек 19 бүтін 10-нан 5-ке тең. Сонда нұсқалардың ішіндегі дұрысы бұл нұсқасы. Осы теңдеудің шешімі 19 бүтін 10-нан 5 болады.